Сәлем достар! Біз сіздермен бірге өте тез дайындалатын панкейктер жасайтын боламыз. Алдымен бір жұмыртқанымызды жарып, үстіне 50 грамм шекерімізді қосамыз. Және барлығын жақсылап тұрып араластырып аламыз. Араластырып алдық. Үстінен 100 грамм жылы сүтімізді құямыз. Сосын барлығын жақсылап тұрып араластырып аламыз. Араластырып алдық. 140 грамм ұнымызға содамызды қосатын боламыз. Негізі азырақ едел қоссаңыздар болады. Сосын араластырып аламыз. Және де тестамызға біртіндеп 2 қасықтан немесе 3-4 қасықтан салатын боламыз. Сосын міндетті түрде жақсылап тұрып араластырып аламыз. Бір жақсылап тұрып араластырмасаңыздар, астында түйіршіктері қалып қалуы мүмкін. Жақсылап тұрып араластырып алдық. Осындай теста шығу керек. Енді растительное масло, яғни майымызды қосамыз. Ол да 50 грамм болу керек. Міне содан кейін жақсылап тұрып араластырып аламыз. Араластырып алдық. Өте әдемі және де күшті теста шығу керек осындай. Және де осылайша табамызды қыздырып аламыз. Қыздырып алдық. Кішкене де панкейктерімізді осылай табамыздың үстіне құямыз. Осылай көпіршігі шыққан соң алу керек. Міне панкейктер пісіп жатыр. Ал енді біздің өте дәмді панкейкіміз дайын болды. Үстіне карамельді шоколадымызды құйсаңыздар да болады. Мен осылай алмамен сәндедім. Өте дәмді әрі тез жасалатын панкейки. Жасап көріңіздер, жасауға кеңес беремін.